құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта педагогикалық шеберлік орталығының директоры Гүлфарида Бабағұмаровна Раисова. Сәлеметсіз? Саламатсыз ба? Көңіл-күйіңіз қалай? Өте жақсы. Сізге қояр бірнеше сұрағымыз бар еді. Ендеше сұхбатымызды бастайық. Тірек мектеп болу үшін мектептің қандай артықшылықтары болуы қажет? Тірек мектебі болу үшін бұл бірнеше критерийлерден өтіп, осы ауданның тірек мектебінің болып тағайындалды. Тірек мектебі болып тағайындалу үшін бұл жерде оқу кабинеттері жабдықталған болу керек. Соңғы қазіргі әлемде қандай білім беру жүйесінде білім берудің сапасын арттыруға арналған құрал жабдық бар, соның барлығы осы мектепте орналастырылған болу керек. Кабинеттері оқуға ыңғайлы және осы аудандағы осы мектепке келетін оқушылардың ішіндегі әртүрлі даму деңгейі бар оқушыларға арналған кабинеттер болу керек, жабдықталған болу керек. Асханасы, спорт залы және мектептің осы жиһаздар мен безендірулерінің барлығы соңғы талапқа сай болу керек. Осы мектеп ауыл мектептері жобасына кіргеннен кейін жалпы Қазақстан халқына фондымен және Айтас фондысымен бірлесе отырып жергілікті әкімшіліктермен бірге осы критерийлердің барлығына сай болғандықтан бұл мектеп ауыл мектебі тірек мектеп болып саналады. Мен өте қуаныштымын осы мектептің тірек мектептердің қатарына енгеніне. Және ең негізгі критерий бұл жерде сабақ беретін мұғалімдердің білім деңгейлері, біліктіліктері ең жоғары деңгейде болу керек басқа мектептерге қарағанда. Осы критерийлердің барлығына жауап берген уақытта тірек мектептер болсын. Рахмет. Тірек мектептің серіктес мектептермен байланысы қалай жүзеге асырылады? Өте жақсы сұрақ. Жалпы тірек мектептері өзі орналасқан жеріне байланысты өзінің 1-ден 3-ке дейінгі серіктес мектептері бар. Және тек өзінің серіктес мектептермен ғана емес, осы Күршім ауданында орналасқан барлық 22 мектепке үлгі болатындай, және сол 22 мектепке өзі үйренген білім саласындағы әдіс-тәсілдерінің барлығын беретін орталыққа айлануы керек. Осы істі Күршім ауданындағы тірек мектепте жақсы жүзеге асырып жатыр. Және бұл тек қана бір бағытта емес, бірнеше бағытта жүзеге асырылады. Негізгі бағыт білім сапасын көтеру, және білім сапасын көтерумен бірге осы орналасқан ортасына байланысты байланыс орталығы болу керек. Байланыс орталығы, яғни коммуни-центр деп аталады. Коммуни-центр дегеніміз, байланыс орталығы дегеніміз, осы мектепте 610 бала оқитын болса, 610 баланың ата-анасы, жергілікті жердегі тұратын аналары, әжелері, қолынан келетін барлық дүниені осы жерге келіп, мектепте оқушылармен бірге, балалармен бірге, немерелермен бірге жасайтын болса, бұл мектеп нағыз тірек мектебіне айланады және тірек орталығына айналады. Мысал үшін, осы мектепте оқитын баланың әжесі мүмкін бұрын кітапханада істеді, мүмкін бұрын қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі осы мектепке келіп, кітапхананың ішінде бастауыш сыныптармен, орта буынмен, жоғарғы сыныптармен, мысал үшін бастауыш буында ертегі оқып, ертегілерді талдап, ертегілерді қоюға болады. Не болмаса біреудің атасы мықты ұсташы, ол ұсташы адам мүмкін темірмен, мүмкін ағашпен, не болмаса мынау жануарлардың терісімен жұмыс істей келеді. Қолынан келіп тұр. Сол қолынан келетін дүниені мектептің әсіресе мынау көркем еңбек пәні мұғалімімен бірге бірлесе жұмыс істеп, балаларға үйретуге жағдай жасалады. Сахналық қойылымдар келетін болса, осы жерде мен ақтөбе залын, мәжіліс залын көрдім. Үлкен жақсы мәжіліс залы бар. Мәжіліс залда мүмкін ата мен әжелері, ата-аналары дәстүрлі ән айтатын шығар. Олар да келіп, балалармен бірге мектептегі қоғамдық жұмыстарға бірге қатысып, барлық ата-ана бірге осы мектеппен бірлесіп жұмыс істейтін болса, мынау демалыс күндері, жексенбі күндері, сенбі күндері келіп спорт залда, мынау ақтөбе залдарда ата-аналармен бірге жарыстар өтіп жатса, тоғызқұмалақ өтіп жатса, асық жарысы болып жатса, шахмет пен шаңғы жарыстары болып жатса, мына қыс кезінде осындай жарыстардың барлығын ата-аналармен бірге жұмыс істейтін болса, бірлесіп жұмыс істейтін болса, бұл өте құба-құп. Бұл мектеп тек қана мектеп емес, бұл коммуни-центрге айлануы тек осы ата-аналардың ресурстарын пайдалану арқылы болады.
Ал жалпы біз осы аудандағы мектептің білім сапасын көтеру үшін біздің педагогикалық шеберлік орталығының мықты жобалары бар. Біздің өзіміздің жобаларымыз жас мамандарға арналған жоба бар. Жас мамандар деген 1 жылдан 3 жылға дейінгі мұғалімдер үшін біздің педагогикалық шеберлік орталығы жылына 4 рет 4 каникулда бүкіл ауданның жас мамандарын жинап, шақырып, біз теориялық жағынан бұларға шеберлік сыныптар өткіземіз. Мысал үшін, алдымызда 25 жылы пиза сауаттылығын тексеру халықаралық зерттеу тұратын болса, біз жас мамандарға математикалық сауаттылықты арттыруға, цифрлық сауаттылықты арттыруға, одан басқа химия, биология, физика, география, информатикаден 5 пәннен жаратылыстану ғылыми бағытындағы әлемде болып жатқан білімді алып, оқушы практика жүзінде пайдаланып, өзі дағды ретінде қалыптастыру үшін біз мұғалімдерді осы бағытта үйретіп шеберлік сыныптарын өткіземіз. Осы шеберлік сыныптарды тірек мектебі ретінде үйреніп, өздері оқып үйреніп алып, басқа жанындағы серіктес мектептерге таратуға болады. Жас мамандар арқылы тарату бар. Және біздің педагогикалық шеберлік орталығы мектеп командасы табысты сапалы білім беру кілт атты курсты жүргізеді. Осыны бітірген мұғалімдерді бүкіл мектептегі барлық баланың сапасын көтеру үшін бүкіл мұғалімдер ұжымымен бір баланы да қалдырмай, тек олимпиадаға қатысатын балалар, тек үздік балалар, тек жақсы оқитын балалар ғана емес, барлық баланы қамтып, бір баланы да көзден тасадан, көздің қиығынан не болмаса өзінің алдынан таса етпей, жобалық жұмыс арқылы білім сапасын көтеруге болады. Жалпы табысты мектеп дегеніміз, тірек мектеп дегеніміз, бұл әр бала осы мектепке келгісі кеп, асығып, сағынып тұратын орын болу керек. Және мектепке келіп, жасап жатқан жұмысынан қанағат алып, үйіне қарай құстай ұшып, үйін сағынып баратын бала болатын болса, бұл нағыз тірек мектебі болады. Сонда тек бала ғана емес, мұғалім де осы мектепке сағынып, асығып, осы мектепті табысты мектепке айландырайын деп келетін болса, ата-анасы да, әжесі де, апасы да өзінің осы мектептің бір бұрышына өзінің қолғабысын тигізіп кетейін деген мектеп болса, сонда ғана табысты мектеп болады. Мектеп жалғыз өзі, тек баламен ғана, тек мұғалімімен ғана ол табысты мектеп болмайды. Табысты мектеп болу үшін бұл жан-жағынан барлық критерийлерге сай болып жұмыс жасап жатқан мектеп, бұл табысты, бұл тірек мектебі болады. Осы мектеп соған айланса екен деген менің шынайы тілегім бар. Келесі біздің мұғалімдер 3 жыл көлемінде Назарбаев зияткерлік мектептерінде үздіксіз біліктіліктерін арттыратыны белгілі. Оқушыларымыз да сол сияқты оқу жиындардан өтіп, тәжірибе алмаса алуға мүмкіндіктері бар ма? Енді қараңыз, жалпы тірек мектептердің барлығына, тірек мектептердің ішіндегі әсіресе кабинеттерге, соның ішінде физика, химия кабинеттеріндегі реактивтармен жұмыс жасау, оны жұмыс жасау тәжірибесі, мысал үшін 8-ші кластың өзінде 16 сарамандық сабақ өту керек. 9-ші класста 19 сарамандық сабақ өту керек. Тура сол сияқты 10-11-де сарамандық сабақтардың барлығына реактивтерді пайдаланып, ауылдық мектептегі мұғалімдердің санаттары жетпеуі мүмкін. Сондықтан Назарбаев зияткерлік мектептерінің мұғалімдері осы жерге келіп, мұғалімдерді оқу практикасынан, оқу жаттығуларынан үйретеді. Және осы мектептің мұғалімдері Назарбаев зияткерліктеріне барып, Семей қаласындағы Назарбаев зияткерліктеріне барып, Өскемен қаласындағы Назарбаев зияткерліктеріне барып, олардың іс тәжірибесімен танысады. Бұл өте жақсы оқу жаттығулары мұғалімдер үшін. Енді сіздің қойып отырған сұрағыңыз, оқушыларды солай жасауға бола ма? Мен ойлаймын, әрине, қазіргі уақытта Назарбаев зияткерлік мектептері шет елде орналасқан мектептермен балаларды алмасып, 10 баладан келіп, Назарбаев зияткерлік мектептердің жатақханасына тұрып, өз пәні бойынша расписание кесте бойынша сабаққа қатысып, оқушыларды алмасу тәжірибесі бар. Енді мен ойлаймын, осы тәжірибені осы тірек мектептермен де тура сондай оқушыларды алмастыру тәжірибесін жасау алдағы уақытқа жоспарға енгізуге болады. Ол үшін сіздердің
Күршім ауданының оқу бөлімі хат жазу керек, хат арқылы келісіп, мектептің директорымен келісіп бұл мәселені шешуге болады. Бұл өте жақсы, балаларға әсер етеді. Және ауыл мектебінде оқып жатқан, мысал үшін деп айтайық, 9 сыныптың баласы қалаға барып Назарбаев зияткерлік мектебінің жатақханасында 10 күн тұрып, 2 апта, 10 күн өзінің 9 сыныптағы сабақ кестесімен бірге барып қатысып, балаларды өзін және Назарбаев зияткерлік мектебінде жүргізіліп жатқан тәжірибелік іс-шараларды, оқу барысындағы іс-шаралардың барлығын танысып көріп қайтса, ол кем болмайды, ол тек жақсылық әкеледі деген ойдамын. Сондықтан Назарбаев зияткерлік мектептері ел үшін, жалпы бұл Назарбаев зияткерлік мектептерінің өзінің қойған негізгі бағыты басқа қалған мектептерді осы Назарбаев зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін көтеру. Осы миссияны орындауға бұл бір жақсы мысал, жақсы себеп болады деген ойдамын. Сондықтан ол қолдан келетін дүниені келісіп жасауға болады. Енді сұхбат соңында мектебіңіздің ұжымына, оқушыларға деген ізгі тілектеріңіз болса? Мен 2 күн болды осы сіздердің мектептеріңіздің сабақтарына қатысып, мұғалімдерге кеше бірінші күні жас мамандарға дәріс өткізіп, бүгін Күршім ауданында орналасқан жетекші мектептерге семинар өткізіп, дәріс өткізіп, және педагогикалық шеберлік орталығынан келген тренерлер Ислямова Салтанат Аскаровна, Бұрымбетова Қарлығаш Қабдырахмановалар, жалпы пиза сауаттылығы бойынша, оқу сауаттылығы бойынша және ерекше даму қажеттілігі бар оқушыларына арналған дәрістер, семинарды 2 күн бойы біз жүргізіп жатырмыз. Сол уақытта байқағаным, бұл мектептің ұжымы, бұл мектептің оқушылары, бұл мектепте анау далада отырған күзетшіден бастап қамту қызметкерлеріне дейін мектептің алдына қойған миссиясын нағыз түсінген азаматтар деп есептеймін. Барлығы мектеп үшін, мектептің ары қарай дамуы үшін, мектепте сапалы білім беру үшін жұмыс жасап жатыр екен. Мен өте қуаныштымын. Осы жолдан тайынбай, енді осы жалпы ауыл тірек мектебі деңгейінде қалмай, облыстық, республикалық деңгейлерде өз атын, өз мектебінің атын шығарады деген ойдамын. Үлкен шығармашылық табыс тілеймін мектептің ұжымына, және осы Күршім ауданының барлық, бұдан басқа тірек мектебінің өзінің алдына қойған миссиясын орындайтын барлық мектептерге өзінің іс тәжірибесін және білім сапасына жету жолындағы жасап жатқан жасампаз еңбектерін паш ететін ұя болады деп есептеймін. Осы ұяға мен барлық ойлаған істеріңіз сәтті болсын деген тілек айтқым келеді. Рахмет. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Уақыт бөліп бізге келгеніңізге рахмет. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.